Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге сырные шарики деп аталатын тағамның рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Керекті заттар: панировочный сухарий, сыр, ұн және 2 жұмыртқаның ақ-уызы және тұз қажет болады. Ең алдымен ыдысқа осындай 2 жұмыртқаның ақ-уызын салып, тұз салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай аппақ болғанша миксерлейміз. Тіпті ыдысыңызды төңкерген кезде өз формасын ұстау қажет. Енді ақ-уыздың үстіне сырды саламыз. Негізі натуральный сыр болу қажет. Мен бірақ сырный продуктен жасап көрмекшімін. Сонан соң үстіне ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді видеода көрсетілгендей аз бөліктен алып, дөңгелетіп, панировочный сухариге орнатып дайындап аламыз. Барлығын алдын ала дайындап жасап қоямыз. Барлығы дайын болған соң, қатты қызып тұрған отта пісіретін боламыз. Бауырсақ сияқты екі жағын аунатамыз. Біздің сырные шариктер дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Алдағы уақытта қандай рецептер күтесіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Ас болсын!